Эй достым, осы видео бастамай тұрып, мен каналыма тіркеліп кет. Мен каналымда әр түрлі оқиғалар шығып тұрады. Жай оқиғалармен және де қорқынышты оқиғалар. Мен оларды переводтаймын. Ал мен каналыма ссылкасы описанияда. Сәлем, мен өз атымды атамай-ақ қояйын. Себебі мен 2012 жылы Ресейдің банкін тонадым. Және ол жерден 60 миллион рубль ақша ұрладым. Менің жасым 33-те. Мен ауылдан шыққанмын. Менің әкем болған жоқ. Анам өте аз ақша табатын. Сондықтан мен 14 жастан бастап жұмыс істей бастадым. Мен мектепті бітірдім, бірақ ары қарай оқуға ақшам жетпеді. 26-ға толған кезде менің басыма қиындық түсті. Менің анам өте қатты ауруға ұшырады. Оны емдеу өте қиын болатын, бірақ мүмкін еді. Бірақ та оған өте көп ақша керек болды. Менде мұндай қаражат болмады. Мен бір дүкенде жүк тасушы болып жұмыс істейтінмін. Анамның ауруы туралы естіген соң мен депрессияға түстім. Мен ең жақын адамды жоғалтқым келмеді, не істерімді білмедім. Басында мен бәрінен ақша сұрай бастадым. Таныстарымнан, достарымнан, коллегаларымнан, бәрінен. Біреу көмектесуден бас тартты, біреуде ақша жоқ болды, бірақ көмектескендер де табылды. Бірақ маған керек ақшаның жанында бұл құртақандай болатын. Сосын мен тағы да бір жұмысқа кіру керек деп шештім. Банктің охраннигі болып жұмысқа тұрдым. Сосын мен бұлай ақша жинай алмайтындығымды ұқтым. Мен ақша жинап болғанша анам болмауы да мүмкін еді. Басым қатты қайғыға түстім. Қолыма бутылка алдым. Менің жаныма тағы да 2 еркек келіп қосылды. Мен өзімнің қандай қиын жағдайда екенімді айттым. Кәдімгі өмірде мен бәріне айта бермейтінмін, бірақ ол кезде мен түк те ойламадым. Сосын олар маған нөмірлерін беріп, ертең есіңді жиған кезде қоңырау шал деп айтты. Келесі күні менің басым қатты ауырып тұрды. Не болғанын үстелде тұрған қағазды көрген соң барып есіме түсірдім. Мен не де болса қоңырау шалайын деп шештім. Себебі басқа амалым болмады. Ол маған көмектесе алатындығын айтты. Бірақ не екендігін үйіме келсең анығырақ айтамын деді. Олар маған, сен енді түк жоғалта алмайсың. Бізге ақша ұрлауға үлкен шанс туып тұр, деді. Неге екенін білмеймін, мен түк ойламай келістім. Көп ақшаны көріп елестетіп кеткендіктен бе, әлде анамды құтқару үшін бе? Біздің план осындай еді. Бір еркек банктен кете аласалау тұрып, мен ақшаны алып шыққанша тосып тұратын. Ал екіншісі банктің жолын жауып, полиция көріп қойса, алдай тұрмақшы болды. Ал менікі ең бастысы еді, сол ақшаны алып шығу. Себебі оны тек мен істей алатынмын. Мен барлық парольді білдім, есіктерді аша алдым, сенімге кірген адам едім. Мен ақшаны алып, есікке қарай асықтым. Себебі сигнализация 15 минуттан кейін шырылдайтын еді. Мен ақшаны 12 минуттың ішінде ұрлап алып, 2 үлкен жәшікке толтырдым. Ақшаны алған соң, сигнализацияның шырылдауына бар болған 2-ақ минут қалды. Сол уақытта қатты шошып, есікке қарай ұмтылдым. Мен машинаға отырдым да, біз кетіп қалдық. Есіме тек ақшаны санап жатқан кезде ғана келдім. Сосын біз ақшаны 30 миллионын маған 15-15-тен әлгі 2 еркек бөліп алды. Мен көп алғаным себебім барлық нәрсені мен істеген едім. Сосын мен ертеңінде жұмысқа келдім. Ал келмей қалсам, кім ақшаны ұрлағаны сразу айқын болушы еді. Не де болса, мен өзімнің ұрлағанымды білдіртпедім. Бірақ та сосын полиция кім екендігін өздері-ақ біліп алды. Сондықтан мені 10 жылға түрмеге жапты. Сен кім ұрлағанын айтсаң, сенің жазаң оңайырақ болады деді. Бірақ мен не олардың аттарын, не олардың түрлерін білмейтін едім. Бірақ үйлерін білетінмін. Үйдің адресін айтқан кезде, ол үй олардікі емес болып шықты. Сондықтан жазаны тек мен тартатын болдым. Сөйтіп мен 6 жыл түрмеге отырып шықтым. Себебі менің жазамды кедей жеңілдеткен еді. Енді мен бұл нәрсені енді қайталамаймын деп шештім. Себебі анамды да құтқара алмадым. Және өз өмірімнің 6 жылын құр бекер кетірдім.
Достар, егер сіздерге бұл оқиға ұнаған болса, лайк басып арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп-көп рахмет.